Қазір біздің студиямызға қонақ келе жатыр. Ене мен келін қарсы алайық алдарыңызда. Айгүл Боздаева ханым және де өзінің екінші анасымен бірге Гүлбақира ханыммен келе жатыр екен. Қарсы алайық, қайырлы таң. Қош келдіңіздер студиямызға. Қап, музыка жоқ билеп кіретін. Сәлематсыз ба? Біз мінеке сіздерге арнап құрт жасап жатырмыз. Сіз құртты жасап қашан соңғы рет жасадыңыз? Мен ба? Иә. Бір апта бұрын ба? 10 күн бұрын ба? Өзіңіз жасадыңыз ба? Әлде жасаймыз, иә. Өзіңіз жасадыңыз ба, әлде келініңіз бе? Келінім қалада тұрады ғой. Сиырлар жоқ. Сізде сиыр мал мүлік бар, иә? Енді онша-мұнша бар малымыз. Сол үшін айран көп қап кетсе, оны пісеміз күбіге. Күбіге піскен айранның құрты тәтті болады. Неғып десеңіз, айранды да қалтаға құйып, жасауға болады сүзбені да. Келініңіз жасай ала ма бұл дүние? Жасайды, бұл көргеннің бәрін қағып алады. Мамаңыз яғни енеңіз? Мама дейсіз? Мама дейді. Сәлем саласыз ба таңертең? Обязательно. Бұл қаланың қызы деп айтпайсыздар. Мамасы бізге лайықтап туылған. О, шіркін-ай, жақсы. Келіңіздің бетін өзіңіз аштыңыз ба? Өзім аштым. Бірінші рет біздің ауылда Абылай деген тамада бала, барлық жерге неге барамыз ғой? Бет ашарға. Мен ешқашан көрген емеспін, чтобы үлкен кісілер ашады, не болса тамада ашады. А бұнда маған битті. Енесін шақырамыз, бетін ашсын деп. Сонымен студияда екі келін, бір ене, және де Аяна, мінеке біз әдемілеп, дәмділеп, мейіз қосылған құртымызды жасадық. Бұны құрметті көремен, әдеттегідей енді сіздер жақсы білетін шығарсыздар. Жасап болғаннан кейін домалақ-домалақтары әдем менікі, сопақ-сопақтары Аянанікі. Бізде стандартты ғой, сол классика ғой. Күннің көзіне қойып, кептіріп қою керек. Ауыз түйіңізші. Мен сізге былай салып беремін. Сіз де беріксіз. Жоқ. Онда сіз. Қазір Айгүл ханымның пікірін естейтін боламыз. Айгүл ханым. Рахмет. Молда. Бола ма? Күшті. Олай болса. Тәжірибесі бар келін ғой. Олай болса студияға жайғасақ. Осы жерде мен айтқым келіп отырған Гүлбақира апа, сіз менің қасымға келіп отырыңыз осы жерге. Ал Аяна, сен Айгүл ханыммен отыр. Сен Айгүлмен отыра ғой. Кішкене мына жаққа. Осы жерде отыра беріңіз, міне. Айгүл, енді айтшы, қай уақыттан бері келінсің? Құдайға шүкір, 8 жыл болды. Вау, жас келін сияқтысың әлі де. Қанша бала шағаң бар? 2 балам бар. Үлкен қызым және үшінші ол күйеуіңіз, иә? Енді айтыңызшы, ең алғашқы бастапқы келін болып келген кезде қиналдыңыз ба? Қиналдым деп айта алмаймын. Себебі мен енді бостандыққа үйреніп қалғансың, жастыққа үйреніп қалғаннан кейін әрбір келін содан өтетін сияқты деп ойлаймын. Енді жаңа өмір болғаннан кейін кейбір ерекшеліктері бар. Алайда мен жаңа жанұямды сразу қабылдап алдым өзіме. Негізі одан бұрын үйге келін болып түспес бұрын оның алдында енеңізді білдіңіз? Жоқ. Білген жоқсыз, мүлдем көрмегенсіз. Құдай, біз жоқтай неғып әңгімені айтып отырсыздар? Біз мұнда отырмыз мінеке. Сол енді, ол міндетті түрде соңғы сұрақ енді қазір енді бастапқыда Гүлекеңмен тіл табысып кеттіңіздер ме тезірек? Негізі құдалықта мамамды алғаш рет көрген кезде сразу жылы болып көрінді. Содан кейін бұл осындай атмосфера болды ма, менің сезімім ашылды ма, сенім арта түсті ма, жақсы болып кетті. Айта кету керек, Айгүл Шымкенттің келіні, яғни сіздер Сарыағашта сол жерде тұрасыздар, ал сіздер бөлек тұрасыздар, Алматыда, иә? Бірақ үйленген кезде, бастапқы кездер бірге тұрдыңыздар ма, әлде бірден бөлек кетті? Бірден бөлек тұрып кеттіңіздер? Беташар бітті ғой, сөйтіп Абылай тамадамыз айтты, енесі ашады. Неге десем, кім келінің бетін бірінші ашса, сол жолы көрінеді деді. Сол сөз бекер айтылмаған екен. Сөйтіп, Айгүл келінім маған өзіме лайықты. Неше ұлыңыз бар сіздің? 2 ұл, 2 қызым бар. 2 ұл, 2 қызым. Барлығы да үйленген, е? Алматыда бәрі. Жиендеріңіз бар, Құдайға шүкір. Әдетте айтып жатады ғой, осы ұлдар жаңағы тұңғышы болсын, енді тұңғышы әдетте бөлек жіберіп жатады. Бірақ кенже ұлы болса бірге тұрып, қара шаңыраққа қарау керек. Бұл дұрыс айтқаның. Себебі бұл балдарымды оқыттық қой біз. Оқытқан соң соның жемісін көрсін дедік.
қалаға кетуіне біз қарсы болған жоқпыз. Кімді Айгүлді ұзатқан кезінде жеңгесі былай деді: құдағи, енді менің просто бір сізге беретігін советім депті. Балдарды деді, келешегінде қалада қалдырсаңыз, сіз ұтасыз деді. Мен сол Дана келіннің сөзі. Неге ұтасыз? Сөзі өтіп кетті ғой. Нені ұтасыз? Лотерея ма? Нені ұтасыз? Бұл, мысалы, осы балдарым арқасында жұмыстары бар. Жағдай жасалынып болып жатыр. Иә, бізге жағдайымызды жасайды. Ал қалада жүрсе де. Ауылда жұмыс жоқ. Ауылда жұмыс жоқ. Бұлар жұмыс болғанда да мұғалім болып қала берер еді. Қаншалықты үйге жиі келіп тұрады? Отпускіде. Декретный отпускісін Айгүл только біздің ауылда ғана. Алғашқы тұңғышың, Айгүл, алғашқы тұңғышыңа тәрбие бірге берген енеңіз шығар шамасы, е? Ол да бар. Мамамызбен күніге әйтеуір скайп бар, құдайға шүкір, WhatsApp бар, сонымен сөйлесіп. Қандай керемет қазір, иә, осы ене мен келіндерге видео звонок арқылы. Мен де таңертеңгісін бағдарлама басталмай жатып, мысалға, екінші анама звондап, қалыңыз қалай, бәрі жақсы ма, мінекей жұмыста отырмын деп айтып қойған болатын. Енді қараңыздаршы, біз мына жерде бағдарлама басталған кезде ене мен келін, яғни осы екі әйелдің арасында жанжалдардың туу себебі жайында айтқан болатынбыз. Келісесіздер ме? Айгүл ханым, қараңызшы, қызғаныш дейміз. Баласының қызғану. Сіз келісесіз бе? Сіз қызғанасыз ба балаңызды? Мен баламды қызғанбаймын. Қызғанбайсыз? Сызамыз, онда асты сызамыз. Иә, мына жерге бүйтіп бұлай жасап қойып. Мен балам мен келінім бірге жақсы тұрса, арманым жоқ. Ал қаражат жағы, кім ұстайды? Ол да сіз өшіріп қойыңыз. Бұны да өшіріп қойыңыз ба? Өзімізге жетеді. Болды ғой, ары қарай. Немересінің тәрбиесіне араласуы. Араласамыз. Сызбай қойыңыз дейді. Ол оған қарсы шығар, иә, Айгүл? Жоқ, ақыл кеңесін мамам береді. Обязательно береді, бірақ тыңдамау енді өзімізге байланысты болады. Мамам араласады деп айта алмаймын. Немерелеріңізді бір айға, бір аптаға алып кеткен кездер болды ма? Иә, мына үлкен қызымыз жарты жыл жүрді ауылда. Бұл жағынан мен де келісемін. Көпті көрген, көп оқыған, көп тоқыған. Бұл кісілердің енді өмірлік тәжірибесі мол болғаннан кейін кішкентай балалардың өсіп жетілу жағынан бізден жақсы біліп жатады. Мамам өте сабырлы. Ал енді мына жерде жеке кеңістікке араласу, бұл енді үлкен мәселе. Қалай ойлайсыз осы жерде, Айгүл ханым? Иә, қысқа киіндірмеу, орамал міндетті тағу. Мысалы, қалада мен өз еркім, қалай жүретінді. Мысалы, жұмысқа барам, не қылам. Бірақ туған туысқандарға барған кезде, ауылға барған кезде міндетті түрде орамал, ұзын көйлек. Мінекей орамал дедіңіз, орамал қайда? Орамал неге қасыңызға алып қойғансыз? Қазір ененің көзінше орамал тақпай отырсыз. Ене ренжімей ме оған? Ренжімеймін. Не десеңіз, ауылға барғанда барлық келінің міндеттерін бүлдіртпей, қалай ауылдың келіні қалай болу керек екенін өзі көрсет алады. Орамал тон болмайды, жылы болады дейді ауыл. Орамалын тастамайды, фартуғын тастамайды. Даже осы қаланың өзінде бұл барған туған туысқандарымыздың барлығына барамыз ғой, қыдырып шақырады. Орамал мен фартуғы оның сумкасында жүреді. Айгүл, мен соған ырза боламын. Бізді қазір қаншама көрермен көріп отыр. Мүмкін орамалыңды тағып, сен Сарыағаштың келіндері қандай сәлем салады екен? Сарыағаштың келіндері қандай? Көрсетіп жіберейін. Шымкенттің қызысың негізі. Жоқ, Алматының қызысың. Сарыағаштың келін болған екенсің. Не істейін? Көмектесіп. Кішкене көмектесіп. Алматының қызына Шымкентке келін болып түсу қиын болды ма жалпы өзіңе? Мына сәлем салу деген жағынан. Мен негізі жолдасымды өте қатты жақсы көрем. Сондықтан ондай мелочтар нәрселерге қарамаймын. Қарамайсың. Жақсы. Орамал тағуда өнер ғой негізі. Біраз орамал таға алмай жүрген кездерің болды ма? Негізі сәл аррақ айна болмағаннан кейін кішкене ақыл кеңесін сонда да айтып отыр, мінекей сәл кішкене маңдайыңды дұрыс болды ма? Иә, жақсы. Ал енді бізде Шымкентте үлкен кісілер болсын, көршілер болсын, ауылдағы адамдар болсын, бәріне сәлем саламыз. Сондықтан өзімнің сәлемімді мен былай
саламын. Керемет. иә. Негізі мен байқағаным осы біздің Қазақстанның әрбір Бақытты бол қаласында дейді, иә? сәлем салу Жауап әртүрлі екен, иә Аяна? Бізде батыста мәселе, мен жеңгелерім көп, Құдайға шүкір жыл сайын туа береді, Құдай көпсінбесін, иә. Менің жеңгелерім бір күні менің інім үйленеді, нағашы інім. Сөйтсе енді ең алғашқы келін маған бірінші рет сәлем салып тұр. Бүйтіп бізде жатып алып сәлем демей жүрмейді ғой. Сөйтіп мен сасқана ойбай деп қалтамнан ақша беріп тұрмын. Ондай кездер болған менде. Көп жаса дейді. Көп жаса дейді. Бақытты бол дейді. Жақсы ғой, мен сөйтіп соны айтудың орнына Қандай керемет, иә, мысалға сәлем саласында қаншама бата аласың, қаншама жақсы сөз жарым ырыс дейді ғой. Керемет. Біз қазір кинофильмнен үзіндіні көрейік, тамашалайық, содан кейін соны талқылайтын боламыз. Пальцы прикрой, змея подколодная, не позорь меня. Где ты этому научилась? В интернете прочитала. О боже. Это было год назад. А сейчас я убедился, она чистюля, прекрасно готовит, любит мужа. Муж любит ее. Тебе ни разу не возразила. Только и слышно: мамочка, мамочка. Что тебе еще нужно? Нет, вот ты обязательно должна ковыряться. Да ну вас. Ковыряй, покуда дырку не проковыряешь. Кто же так делает лепешки? Наказание мое, убери руки. Отойди. Если ты будешь делать правильно, никто тебя не побьет. И больно не будет. Мама, я же стараюсь. Вижу, как ты стараешься. Ничего себе, прикол. Что? Хечнема. Ничего. Мінекей өзбек ағайындардың супер келінчак деген фильмнен, келінчак, дәл солай аталады. Сол фильмнен үзіндіні тамашаладық. Гүлбақира ханым, қараңызшы, енесі енді келіне қатал қарап, сынап алайын деген сияқты ғой. Өзіңіз осыны құптайсыз ба, құптамайсыз ба? Енді әр отбасында, мысалда, бұндай нені атмосферасы қандай, әр семьяда мысалда. Біреуде келін келген кезде отбасында көктем болуы мүмкін, атмосфера, ауа райы. Бір семьяда мысалы жаз болады, бір семьяда күз болса, бір семьяда қақырған қыс болады. Сол себептен келіндердің жақсы жаман болуы, енеменен келіннің тіл табысуы соған да байланысты. Сіздің көңіл-күйіңізге байланысты емес? Менің көңіліме неге байланысты емес? Келінімнің жәндегі жылы қарауы, бұл азанда тұра салып бізге сәлем салады. Бұл қаланың қызы ғой, мысалда, ауылда да екінің бір үйтіп сала бермейді, азанда тұра салып енесі мен атасына сәлем салуды. Бұның енді үйіндегі тәрбиесіне де байланысты. Ата-анасына мың рахмет. Ол кісілер 40 жылдық стажы бар педагогтар. Мысалы, Айгүлді ұзатып атқан кезде, ол кісілер әбден Россияда көп жүрген ғой, енді орыс мінезді де. Айгүлдің ата-анасы. Осы жерде мұғалім болып істеді. Папасы былай сөйледі, насихат берді ма? Айгүля деді. Мен білем, сені үлкен кішін сыйлауды білесің. Бірақ деді, сен күйеуіңді қадірле, күйеуіңді құрметтеуді біл деді. Мен сол сөз маған өте ұнап қалды. Ақылын айтты ғой. Гүлбақира ханым, енді үлкен келіңіз бен кіші келіңізді салыстырасыз ба? Осы үлкен келінім осылай жасаушы еді. Үлкен келіңіз келсе, осы Айгүл осылай жасаушы еді деп мысалға. Енді мен бұларды бөліп жармаймын. Неге десеңіздер, менде екі-ақ келін. Ол да бір үйдің қызы, бірақ қызы семьяда. Сізде қызыңыз бар деген сияқты? Менде де қыз бар. Мен келіндеріме қалай қарасам, менің қыздарым барған жерінде де енелер солай қарайды деген сезім болады. Не деген, ене бұл деген. Маған бере тұрыңызшы. Айгүл, келіңіз енді. Енеге жағу жолдары айтып бере аласыз ба? Қаншалықты ол көп екен, аз екен, жаныма тұр. Бірінші. Ең басты бәрі құрметтен басталады. Құрмет. Яғни ол бірінші күйеуіңе құрмет па, енеңге? Ата-енеме. Бірінші сен күйеуге шықпайсың, сен енеге күйеуге шығасың. Ата-енесін құрметтесе, жолдасының көңілі жайлы болады, көңілі тоқ болып жүреді. Ата-енесін құрметтегені ол яғни күйеуіңді құрметтегені деген сөз ғой. Құрмет деп жаза салайық. Құрмет, жақсы.
негізі аяны өзін жаза берсем мен болады. жазайын, иә? Тез. Екінші. Келесі. ойбай байқаңыз. одан кейін ақыл кеңестеріне былай құлақ асу қабылдау деп білем. Көбінесе қазіргі келіндер заманауи келіндер. Айтқанын тыңдау иә дейді, дейік, бірақ өз дегенін жасап жатады ғой. Енді Айтқанын тыңдау. Сіз келісесіз бе осы айтылып жатқан дүниелермен? Әрине келіспей қойды. Ары қарай, үшінші. Жақсы. Қазір майдай жағып отырған шығар Гүлбахраның жүрегіне. Білмеймін, негізі өзімнің Әрине, семьясында осы екі қағидаға көп. Екі-ақ штук па? Енді білмеймін, Мен мен ойладым басқа 15, 20, 45 деп кете беретін. Қосарыңыз бар шығар сіздің. Осы екеуінің бәрін бұлжытпай орындаса бәрі жақсы болады. Ары қарай жалғаса береді жақсылықтың бәрі. Түсінікті, рахмет, отыра беріңіз. Айгүл, бөлек тұрудың артықшылықтары бар ма? әрине бар. Бір жағынан кемшіліктері де бар, иә? Қандай кемшіліктері бар? Қараңыз, мысалы, бөлек басында мен ойлам, семья жаңадан құрылған кезде бөлек тұрған дұрыс шығар. Себебі енді бастапқы жылдары жолдасыңды жаңадан танисың, әртүрлі конфликт, қылықтары, характерлерінің үйлеспеуі де бар. Бірақ содан кейін негізі мен қарсы емеспін бірге тұрған. Енді осы жерде тағы бір сұрақ, соңғы сұрақ, және хабарымызды аяқтаймыз. Жаңа түскен келіндерге кеңесіңді айтшы, енелермен тұратын. Ең алдымен жаңа семьяны өз семьяң сияқты қабылдау керек. Содан соң ең басты, содан сенім арту керек. Сабырлық, сенім. Керемет. Айгүл, ақ орамалын ешқашанда кірлемесін, басынан түспесін. Гүлбахира ханым, сізге үлкен рахмет. Қандай әдемі, сондай жақсы келін. Айтарым бар. Менде жаңа 41 жыл болды ғой келін болғаныма да. Бесул еліне. Енді мен атам яры коммунист болған, енем орыс ұлтының қызы. Сол себептен маған сәлем салдырмаған. Ал мені ауылға барғанда үлкен абысындар, қайнағаларым, ауылдың кәриелері, мысалы мені мына келіндерді бұзатын болып деген жоқ ол кісілер. Олар түсінікпен қарады. Мен сол кісілерге алғысымды айтқым келеді. Рахмет, Гүлбахира ханым, үлкен рахмет, құрметті көрермен. Бізде қазір жарнамадан кейін талай қызықтар болады. Мінекей бұл қызықтар осы. Мен бітпейді. Берекелі болсын, мерекелі болсын, үбірлі-шүбірлі болыңыз. Үлкен рахмет.